Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода дүниежүзі тарих пәнінен 3-ші тоқсанның 1-ші БЖБ-сына талдау жасап беретін боламын. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркелмеген оқушылар болса тіркеліп кетейік. Ендеше сабақты бастаймыз. Ежелгі Қытай бөлімі бойынша БЖБ тапсырмасы алынатын болады және де 20 минут уақыт беріледі. Бұл жерде екі ғана тапсырма бар, екеуі де оңай. Бірінші тапсырма: Қытай философтарын анықтап, олардың мәлімет, мемлекет туралы көзқарастарына сипаттама беріңіз дейді. Бірінші мысал ретінде Конфуцийді беріпті. Билеуші, азамат, әкесі әке, ал баласы бала болу керек дейді. Екінші сөзді: әрбір адам ар-ұят заңы бойынша өмір сүру керек, сонда тәртіп болады дейді. Яғни оны Лао Цзы айтқан екен. Келесі: халық биліктен қуатты болған жағдайда мемлекет әлсіз болады. Ал билік халықтан қуатты болса, онда әскері мықты болады дейді. Оны Шан Ян айтқан екен. Яғни ежелгі Қытай философтары осындай пікірлер айтып қалдырған екен. Келесі: философтардың көзқарастарына сипаттама дейді. Яғни өзіміздің ойымызды білдіруіміз керек мынау көзқарастарға. Яғни билеуші, азамат, әкесі әке, ал баласы бала болу керек деген бұл әрбір тұлға өз орны білуі керек, яғни әрқайсысы өз қызметін жақсы атқарып, қоғамға қызмет етуі керек дегені. Келесі: әрбір адам ар-ұят заңы бойынша өмір сүру керек, сонда тәртіп болады дейді. Тәртіп болу үшін ең алдымен ар-ұятты білуі қажет екен. Келесі: халық биліктен қуатты болған жағдайда мемлекет әлсіз болады. Ал билік халықтан қуатты болса, онда әскері мықты болады дейді. Яғни егер де билік халықтан қуатты болса, онда олар халықты тыңдамайды. Ал егер билік әлсіз болса, халыққа қарсы тұра алмайды екен. Осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі екінші тапсырма: ғылымдардың пайда болуына, дамуына төмендегі салалардың әсерін жазыңыз дейді. Шаруашылықтың дамуына ғылымдардың қосқан үлесі зор, ол үшін жаңа технологиялар ойлап табылды. Келесі әлеуметтік дейді. Яғни әлеуметтік өзгерістер. Қоғамда әлеуметтік өзгерістер орын алып отырды. Халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру үшін ғалымдар осы салаға көп үлес қосқан екен. Келесі мәдениет. Ғылымның дамуына мәдениеттің қосқан үлесі зор екен. Оқушылар, осымен бүгінгі БЖБ талдауы аяқталды. Каналда басқа да пәндерден БЖБ және ТЖБ тапсырмалар шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады оқушылар.